Сәлем достар, қалдарың қалай, жақсы ма? Бүгін екі парча булит ойнайтын болам. Біреуі 2+1 деп аталады, екінші 1+0. 1 минуттық булит, ешқандай уақыт қосылмайды, және 2 минуттық булит ойнаймыз, оған 1 секунд уақыт қосылады. Ендеше кеттік, бірінші 2 минуттық булит жіберіп көрейік. Қарап көрейік, қарсыласымыз Джоэманджи дейді. Джоэманджи 2259, рейтингі өте мықты. Так, көрейік. Қалай уровень тексеріп. Так, мынау өте подозрительный жүріс, жарайды. Что-то слонда ұнамады жүрісі. Жарайды. Слонды шығарамыз. Так. Так, осындай бар біз жақта. Размен жасайтын түрі бар. Слонды бұлай береміз. Зато біздің центр мощный болады. Керемет. Так, қарсыласымызда уақыт жетіп алды, жылдам ойнайды екен. Так, жарайды, алайық. Бұзайық ортаны. Так, король рокировка жасамаған, сол себептен мүмкіндіктің барлығын жақсылап пайдалануға тырысу керек. Так, жарайды, ладьяны қояйық. Дайындаймыз. E4-ті. Так, өте қауіпті ойнауда, өте керемет ойнауда қарсыласымыз. Так, жарайды, бұзамыз, бұзуға тура кеп тұр, бұзу керек. Так, аламыз. Так. Не істеуге болады? Мына жақтан барсам. Так. Жарайды, пешкімен атака жасайық. Өткен мынаны бұзу керек көп тұрмаған. Бұзып, атпен бұлай кіргім кеп тұр. Өткені қазір бұлай ойнап жүретін болса, онда так, пешкіні ойнақ қояйық. Себебі, мына пешкімен бұздырмау керек. Так, мүмкіндік зор. Так, ладьяны қояйық на жерге. Қазір бұзып, линияны алатын боламыз. Так, негізі қалай ойнауға? Так, связка жасады. Өте тамаша. Кеттік, бұзуды бастаймыз. Қазір осы пешкаларға шабуылды ұйымдастыратын боламыз. Так, уақыт өте аз, ойлану керек, бірақ жылдам ойнаса асықпау керек. Бұл жерде уақыт бізге қосылады, сол себептен уақыт қосылады, сәл уақытты үнемдесек те болады. Бір өзінде уақыт жылдам жүрсек қосылады, сол себептен бізде қандай мүмкіндік болуы мүмкін. Так, көрейік. Қарсыласымыз өте қауіпті ойнауда, аттары деген шығып келе жатыр. Так. Бұзатын түрі бар, наңғараңыз қорықпайды еш нәрседен, бұзамын дейді. Так, бізге не істеу керек онда? Бұзатын болса, ферзбен кіремін дейді одан кейін. Аха. Өте қауіпті ойнауда қарсыласымыз. Өте қауіпті ойнауда. Так, артқа қарай кеттік слонмен. Ферзбен кіру мүмкін. Бірақ кірсе кірсін, не істейміз енді, амалым жоқ. Мына жақты жылдан бұзуға бізде тырысамыз қазір, тырысып бағамыз. Осыны есептемеппін. Корольге ферзді ал салған кезде всегда әрқашан қауіпті болады. Сондықтан бұл жерде үрей бар үлкен. Так, жарайды, мен аны жеп жүрсем не істейді маған сұрақ. Жарайды, мына жақты бір жеп алайық бірінші. Так. Так, ферзді алып келсем бола ма, болмай ма сұрақ. Так, мынаны жеп жіберсем шақ береді, қашамын. Шақ береді, мына жаққа қашам. Бірақ король қашып кетейін деп тұр біраз жерге дейін. Сондықтан қауіптің атасы бар сияқты. Жарайды, көрейік. Не істейді екен? Шақ береді, бір-екі рет көп болса. Бірақ ферзбен мына жерге келсе не істеймін? Вот мәселе сонда. Біттім ау шаруам тыңдау деп ойлаймын, ферзбен мына жерге келсе. Ай. Менде шақ бар ғой бірақ мұндай, иә. Так, уақыт өте аз, соны мына жерге келсе не істеймін ферзбен? Атпен жабатын мүмкіндік бар екен ғой. Вот, табылды. Аха. Так, шақ берді. Қашты. Осының бәрін көрген болатынмын. Рискке бардық. Атымды алды. Так. Шабуыл жасайық.
Ферізбен қайда барады екен? Феріз ұсталған сияқты достар. Өте талантты ойын, қырғын ойын болып жатыр бұл жерде. Так, бізде де мықты ходтар бар, көрдіңіздер. Феріз ұсталды. Так, привход жасап қояйық. Ферізін береді енді ладьяға, амал жоқ. Ох, табылды хоты. Мен де ойламаппын, ұсталды деп ойладым. Жарайды, артқа қарай қашты. Қазір нан ұрайын деп тұрмын мен де. Так, өте талантты ойнауда қарсыласымыз. Талантты ойнауда. Так. Жарайды, слонды шығарып алайық. Мына жақтан шаққа тырысып көріп жатыр. Так. Мына жерге қойды. Так. Не істейміз? Так, мына жаққа қашты. Так, бізге шақ беру мүмкін, Так, мына жерге кірді. Так, қорқпаймыз. Шақ мат. Бар екен, мат екен. Үлгірмет қарсыласымыз. Көрдіңіздер, сасқаннан осындай бізге былайша айтқанда сәттіліктің несі түсіп кетті. Көрдіңіздер, мына жерде негізі мат еді бір ходта, бірақ уақыттың тығыздығына байланысты қарсыласымыз жіберіп қойды. Так, что-то көрейік, бізде қандай мүмкіндік бар. Мына жерде мен ладьяны әдейі лақтырған болатын, өйткені онда секунд қалды. Атпен уже нарада қауіп төніп тұрды. Негізі бұл жерде қалай ойнау керек еді? Менімше бұлай слонмен ойнау керек еді негізі. Басқа қандай мүмкіндік бар? Көрдіңіздер, контр шабуылды жіберіп алдым. Бірақ уақыт аз қалғандықтан, сондықтан пайдаланып кеттік. Так. Жарайды, ары қарай көрейік. Енді 1 минуттық буллеттен ойнап көрейік. Қарсыласымыз өте мықты. 2300-дің рейтингтері мастер деңгейіндегі, КМС, кемінде КМС-тің деңгейіндегі ойыншылар бұл жерде. Так. Барлығы теория бойынша. Так, мына жерді алады қазір. Ладьяны қоямыз мына жерге. Так, алмады, онда біз центрді бірден алып аламыз. Так. Позициямыз өте керемет бұл жерде. Так, аламыз. Так. Қарсыласымыз қате жіберіп жатқан сияқты. Жарайды, атпен шығамыз. Қазір орталыққа қарай кіреміз. Так. Мынау не ход? Мен вообще түсінбедім. Жарайды, атпен кіріп алайық бірінші. Мынаны әрқашан ала аламыз. Так. Ал жібереміз. Так. Қандай мүмкіндік бар? Так. Қалай бұзсақ болады екен бізге? Қалай бұзсақ та болады екен? Так, жарайды, бұзайық. Қатталдан бұзайық. Так, қарсыласымыз өте мықты ойнауда, еш нәрседен қорықпайды, тайсалмайды. Жедік. Так, жедік. Және ферзь G4 ойнаймыз. Керемет шабуыл. Қатталдан. Так, өте уақыт аз, достар, уақыт өте аз. Сол себептен жылдам ойнау керек, шақ береміз. Так, слонды қоямыз, міне фигура кетті. Так, ал жібереміз. Шабуыл деген сұмдық бұл жерде. Так, ладья кіреді. Так, бұл жерде үлгіреміз, 10 секунд уақыт қалды. Так, ферзді алып келеміз, міне әдемі келді, шақ беріп жатыр. Так. Мат қоямыз міне. 4 секунд қалған кезде әдемі кетті. Так, қарсыласымыз мықты, 2300-дің рейтингі. Так, бұл жерде енді қарсыласымыз өрескел қателік жіберіп қойды. Міне мына жерде рокировка жасамағанның кесірінен мына жерде бірінші шақ беріп алдым. Одан кейін слонмен бірден ұсталды. Ары қарай атпен жедім. Мына жерде ладьямен алып кетуге болмайды. Ферзін алып кететін болса, бірден ладья кіреді. Ары қарай жағдай өте қиындайды. Сол себептен менің уақытымды пайдаланамын деп ойлады, бірақ ойлағаны іске аспай қалды. Міне осылай керемет мат болды. Достар, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі ойында кездескенше сау саламатта болайық.